Бауыр, бауыр. Қане тұра ғой. Бауыр. Ой, қойшы, тағы да ұйықтай тұрайыншы. Жарайды, жалқау. Жай айтқанға тұрмасаң, былай жасайым. Бұл не тағы? Мен қайдамын? Не болды өзі? Серік, сені де дос дейді ва? Қорқытып жібердің ғой. Әлі дірілдеп тұрмын. Есесіне тез ояндың. Болды, өшірші оны. Балалар, сендерді ата-аналарың қалай оятады? Айтып беріңдерші. Комментке жазып қалдырыңдар. Қандай көңілді кружка. Онда не бар, Серік? Оянған болсаң, саған маршмеллоу қосылған керемет какао дайындап қойдым. Не қосылған дейсің? Мя-мя-лау. Ол немене тағы? Қазір бәрін көресің, тіпті дәмінде татасың. Не бір какаоны ішіп көрдім, бірақ мынадайды алғаш ішуім. Ішіне мәш тұра тұр. Ой, қазір Серік ол сөзді өз айтсынша. Серік! Бауыр, маршмеллоу, несіне айғайлайсың? Дұрыс айтыппын ғой. Мяу-мяу-лау. Міне қара, бізге керегі сүт, какао және маршмеллоу. Сүтті құямыз, ол ыстық болуы тиіс. Ыстық сүтті жек көрем. Бауыр, сен ештеңе де түсінбейсің. Сәл ғана күте тұр, сосын тәтті сусын дайын болады. Серік, мүмкін тездетсең қайтеді? Шыдай тұр. Қазір сүтке какао қосамыз да, оны араластырамыз. Түйірлері қалып қоймас үшін бе? Я, дұрыс айтасың. Опа, мінеки маршмеллоу. Қане, маған тезірек көрсетші. Осылайша оны какаоға саламыз. О, тезірек дәмін татқым кеп тұрғаны. Бауыр, міне қара. Ой, Серік, бірден айтпайсың ба зефиркалар деп. Әйтпесе қайдағы бір нәрсені ойлап тауып, мяу-лау-лау деме немене өзі. Балалар, сендер маршмеллоу дегенің не екенін білдіңдер ме? Комментке жазып қалдырыңдар. Серік, зефирка қосылған какао. Бұл дегенің маған ұнайд. Ал менің бүгінгі сыйлығым ше? Ұмытып кете жаздадым. Ұйқыбасқа арналған ең жақсы сыйлық. Қойш, олай мазақтамашы. Аздап ұйықтап алайын деген едім ғой. Көп ұйықтасаң, бәрінен құр қаласың. Сондықтан саған су сағатын сыйлайым. Не? Сағаттардың батарейкамен жұмыс істейтінін білем. Мұнда оны қайда тығып тастаған? Бір түрлі сағат екен. Бұл сондай қу сағат. Оны осылай төңкерсең, уақытты есептей бастайды. Тілдері қайда? Оның тілдері жоқ. Мына қызыл сұйықтық төменге қарай құйыла бастайды. Қызық екен. Оның қанша уақыт құйылатын есептейікші. Жарайды, секундомерді қосамыз, сағатты төңкереміз. Кеттік! Оппа, тоқтатамыз. Сонымен қане, не болды? 14 секунд. Меніңше, бауыр, ояну үшін саған ол уақыт жеткілікті. Сондықтан сағат енді үнемі сенімен бірге болады. Қандай қусың, Серік? Қу доссың ғой. Балалар, сендерге осындай сағат ұнай ма? Тездетіп лайк басыңдар. Уақыт кетіп жатыр. Ой,